Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағы. Жаңа сабақты бастамас бұрын тілдік бағдар, яғни өткен сабақты еске түсіру мақсатында зымыран сұрақтар тәсілі арқылы сұрақтар қойылады. Қазақ тілінде қанша сөз табы бар? Зат есім тұлғасына қарай қалай бөлінеді? Зат есім мағынасына қарай қалай бөлінеді? Сын есім дегеніміз не? Сын есімнің мағыналық түрлері. Сын есімнің шырайлары. Сын есімнің заттануы. Мағынаны тану. Суреттегі адамдардан нені байқадыңдар? Суреттерде адамдардың қандай қасиеттері байқалады? Кез келген адамды бір көргенде-ақ оның көзі, қасы, беті, құлақ мұрыны, аузы мойны, дене бітімі бізге әрқилы әсер етеді. Онымен танысып, әңгімелесіп, араласып кетпей тұрып, ол қандай адам, сол жөнінде өзіндік пікірде қалыптастырып үлгереміз. Бұл адамның сыртқы келбеті арқылы танып білу қасиеті болып табылады екен. 8-ші бөлім адамның сыртқы келбеті мен мінезі. Сабақтың тақырыбы сыртқы келбет және тазалық. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Амоним, антоним, синонимдерді көркемдік ерекшелігіне сай қолдану. Ой бөліс. Сыртқы келбетпен адамның ішкі дүниесінің байланысы бар ма? Киіміне қарап қарсы алады, сөзіне қарап шығарып салады деген сөзбен келісесіңдер ме? Адамның сыртқы келбеті маңызды ма, әлде ішкі дүниесі маңызды ма? Сыртқы келбет дегеніміз не? Адамның сыртқы келбетіне бет әлпетінің өзгерісі, дене құрылысы, бойы, салмағы, мүсіні жатады. Тазалық жеке адамның гигиенасы. Жеке бас гигиенасы түсінігіне мыналар кіреді: күн тәртібі, тамақтану режимі, терінің күтімі, ауыз қуысының күтімі, дұрыс киіну және дене тәрбиесі. Кітаппен жұмыс. 3-ші тапсырма тыңдалым. Мәтінді үнтаспадан тыңдап, мазмұны не жайында екенін аңғар. Сұрақтарға жауап бер. Қазақ ауыз әдебиетінде Алдар Көсеме Қожанасыр туралы көптеген аңыз әңгімелер бар. Олар ақылды, дана, әділ, шешен адам ретінде халықтың сүйікті кейіпкерлеріне айналған. Алдар мен Қожаға қатысты қысқа әңгімелерде күлкі сықақ кеңінен пайдаланылған. Күлкі арқылы өмірдің жағымсыз жақтары көрсетілген. Аты аңызға айналды. Мысалы, Қожанасыр туралы мынандай аңыз сақталған. Бір бай той жасапты. Тойға Қожанасыр да келіпті. Қожанасырдың киімі жаман екен. Оны ешкім елемепті. Төрге шық, тамақ іш демепті. Ешкім елемеген соң Қожанасыр өз үйіне қайтып кетеді. Жақсы киімін киіп тойға қайта келеді. Бұл жолы үй иесі Қожанасырды құрметтейді, төрге отырғызады. Ет келгенде Қожанасыр етті жемейді. Табаққа шапаны жеңілім алып, же шапаным же деп отыра береді. Үй иесі: «Қожеке, мұныңыз не? Шапан ет жеме?» деп сұрайды. Сонда Қожанасыр: «Сен адамды сыйламайды екенсің, киімді сыйлайсың. Сондықтан шапаныма жегізіп отырмын» деген екен. 5-ші тапсырма жазылым. Кестені толтыр. Берілген сөздердің амонимін, синонимін және де антонимін тауып, кестені толтырып жазамыз. Берілген сөздер: ат, қара, жылдам, үй. Кестені толтырып болсақ, дұрыс жауаппен тексереміз. Келесі тапсырма 10-шы тапсырма. Оқылым. Мәтінді түсініп оқып, қарамен берілген сөздердің қатыстық сын есім екенін немесе сапалық сын есім екенін ажыратып айтамыз.
Тазалық баршаға міндет. Тазалық деп тек бет қолды жуып, денені таза ұстап жүру деп ойласақ, онда біз қателесеміз. Адамның тән тазалығымен қоса, рухани тазалығы сақталу керек. Ол дегеніміз өтірік айтпау, ғайбат сөйлемеу, біреудің ақысын жемеу, тәкаппар болмау сияқты көркем мінез тазалығы. Міндетті түрде жан тазалығы, тән тазалығы және де сыртқы келбет үйлесімде болуы қажет. Бүгінгі сабаққа кері байланыс. Яғни мен бүгін не білдім? Мен не үйрендім? Маған қиындық тудырды? Менің қолымнан келеді? Сұрақтарына өз ойларыңды жазасыңдар. Үй жұмысы 13-ші тапсырма. Сабақтың тақырыбымен байланыстырып, төменде берілген мақал-мәтелдің бірін таңдап, өз ойыңды таратып жаз. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.